күні орыс бөлімінде конкурс көп болды. Сонан кейін мені қазақ бөліміне алды деді. Сонан кейін бірінші семестрдан кейін Жүніс Ыбыраев, ана Ғалия Ыбыраеваның әкесі, екеуміз ауыстық дейді. Ол қазақ бөліміне, мен орыс бөліміне ауыстым деді. Мен сонда таң қалдым. Ой Аллай деп. Расында да осындай мәліметтер ешкімнің әлі қаперінде жоқ. Сәкен жаңа жақсы айтты. Орыстарда керемет соратник деген сөз бар. Соратник. Қарасаңыз, әрі әскерде, соғыста, ұрыста бірге болу. Ал Сәкен, ол идеялас досы. Сәкеннің енді мен ойлаймын, ғұмыры ұзақ болса, мына осындай керемет кештерде мына Мәкең туралы өзінің естеліктерін, өзінің ойларын айтып тұратынса, әлі талай жыл сөйтсе деген бір жақсы нәрсе бар. Сонан кейін жаңа телевидение, деньги и власть деген кітап туралы айтылды. Ол да тегіннен тегін шықпаған кітап. Оны менің курстасым Клара Қабылғажина қазақ тіліне аударды. Неге телевидение, деньги и власть? Өйткені қазір қарап отырсаңыздар, сращивание болып жатыр, орысша айтқанда. Міне, власть и деньги. Міне осыны қарап отырсаңыздар, Мәкең сонау 20 ғасырда айтып кеткен. Соны бізге абайлаңдар, осторожно деген сияқты бір намек жасап кеткен, қарасаңыздар. Бұл біз үшін де үлкен сабақ. Сонан кейін Мұрат Карибаевтың «Космическое телевидение» деген еңбегі бар, қарап отырсаңыздар. Ол кісі кеңістікпенен уақыт аралығында қарастырған бүкіл процесті, журналистиканы. Тек қана әлеуметтік процесс емес, бір ғаламдық процесс ретінде қарастырған. Осы ретте мына нәрсені айта кетейін, менің жерлесім керемет публицист, жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері Әнуар Тұрлыбеков Әлімжанов. Ол кісі де біздің факультетте бітірген, сол кісі анда-санда кездескенде мынандай нәрселерді айтатын. Осы Марат екеуінің пікірі бір жерден шығып отырғаннан кейін айтайын деп отырмын. Менің көздеген мақсатым дейді, елімізді, ұлтымызды кәдімгі ұшпаққа шығару, көгерту дейді. Бірақ қандай жолмен шығару? Мен дейді, менің мақсатым батыс емес, шығыс емес, түстік емес, мына терістік емес, бүкіл қазақтың басын қосу дейді. Ал менің оппоненттерім дейді, ол өздерінің айналасындағыларменен ғана қазақты көркейтуге ұмтылады дейді. Міне біздің айырмашылығымыз осы дейді. Марат ағамыз да өзінің мына елді, жұртты көркейту үшін, қазақты ілгері бастыру үшін, ол тек қана өзінің айналасы емес, бүкіл қазақты жұмылдыруға ұмтылған адам. Сонан кейін бір күні жаңа сыздықты айтты, Эрик Хамзиновичті. Мен мына жерде жұмыс істеп отырған, бір күні жүрші әкем бір жерге барып келейік деді. Соң қайда барады? Жаңа кітап шығару мәселесі. Жүрші. Деп екеуміз жаяу мына жердегі мына Есентай өзенінің бойына бардық. Сонан кейін сол жерде жүріп, ана жерде кішкентай парк бар ғой. Міне сонда сөйлестік. Міне. Онда вериялы, значит, мне. Мынау мен нюанстарын айтпай-ақ қояйын. Міне сондай жағдай болған. Сонан кейін Мәкеңнің бір керемет жақсы қасиеті болды. Ол мына адамның ойына, пікіріне, жазуына қарайтын. Басқа ол кісіге ештеңе керек жоқ. Міне, керемет адам болды. Сонан кейін мен енді мүмкін ренішін, күйінішін ішінде сақтап жүрген болар. Әрине ренжімейтін адам болмайды ғой. Жабырқамайтын адам болмайды. Бірақ бұл кісінің
кәдімгі қабағын түйіп жүргенін көрген жоқпын. Бірақ бір рет мағандай сырын айтты. Бұл кісі естеріңізде болар, Сәкен білер, Лейла білер, Казахстанская правданың бас редакторының бірінші орынбасары болып тағайындалды ғой. Сырыбнықтың. Сонда кішкене ренжігені бар. Өзбекәлі Жәнібековке. Мен немене, Сырыбнықтан кеммін бе? Сырыбнық кім, мен кім деп. Он доктор наук, известный человек, личность. Иә, қарап отырсаң. Міне сондай жағдайлар болды. Сонда ойладым, Мәкеңнің де кейде осындай қамығатын кездер болатын шығар деп. Міне Мәкен қандай адам болған. Жаңа квартира алам деп барғаны ғой. Иә. Сонан кейін қарасаңыздар, расында да сондай. Бұл кісі мені 2 рет жұмысқа шақырды. Мен осы бітіріп кеткеннен кейін, енді Амандосовтың 2 рет шақырғаны бар осында. Оны да айтып кету керек, бұл жерде 2 рет шақырды. Бірақ сол кездегі факультет деканы Кесекөлден жатып алды да, мені жұмысқа алмай қойды. Қызық жағдай. Иә, қызық жағдай. Ана Мұхтар Мағауин менің орнымда болса, былай деп айтар еді. 20 жыл менің өмірімді, ғылымдағы менің өмірімді жеп қойды. Әйтпесе мен де Мәкең сияқты 40 жасымда ғылым докторы болатын едім. Осындай да жағдайлар болған. Міне Марат ағамыздың көрегенде, бірақ кейін анандай жағдайлар болғаннан кейін, өзгерістер болғаннан кейін Марат мені жұмысқа шақырды, Марат Карибаевич. Ол кісіге өмір бойы қарыздармын. Сонан кейін тағы бір нәрсе айтып кету керек. Осы жерде Маратты қолдаған бір адам болды, проректор. Ол кім дейсіздер ғой? Ол кейін мүфти болған кім еді? Дербісәлиев. Иә. Ол кісі кәдімгідей тізеге салып отырып, міне, өйткені менің шығармаларымды, менің шығармашылығымен таныс екен. Соны кейін Марат екеуі бірлесе отырып, Марат Карибаевич мені әйтеуір осы факультетке әкелген. Енді кеште болса, біз де доктор болдық. Ол Мәкеңнің жүрген жолы, Мараттың өнегесі. Марат ағамыз ана бізге тіке қарап тұр ғой. Мәке, біз сізге ризамыз.